Кемел адам. Қайрат Жолдыбайұлы. Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Әр адам Алланың әспеттеп жаратқан туындысы, һәм ардақты қолтаңбасы. Сөзсіз, біз адам баласын ең керемет бейнеде жараттық деген Құранның осынау аятынан назар аударсақ, Алла Тағаланың әрбір адамға қабілет, қарым бергенін, түрлі қасиет пен мүмкіншіліктер таратқанын байқаймыз. Сондықтан әр пенде өзінің мына әлемге маңызды жаратылыс екенін терең түсінуі тиіс. Сонда ғана адам өзіне күмәнмен қарауды доғарып, бойындағы қуаты мен ішкі ресурстарын сарқып пайдалануына жол ашылады. Айналасындағы жетістікке жеткен жандар өзі секілді адам екенін ұғынады. Абай Хакім: ондай болмақ қайда деп, айтпағылым сүйсеңіз, деп кертартпа кесел ойды тастап, өзіне сенуге, бойдағы Алла берген қабілет, қуатты пайдалануға шақырған. Қазақтың адамның жасағанын адам жасай алады дегені текке айтылмаған. Адам баласы дүниеге келгенде бір-біріне ұқсас һәм бірдей туылады. Мектеп қабырғасында да солай. Қабілет қарымы бір-бірінен анау айтқандай алшақ кетпейді, бірақ уақыт өте келе аралары алшақтайды. Бірі оқыған, тоқыған ғалым, бірі жетістікке жеткен кәсіпкер болса, енді бірі қарапайым жұмысшы күйінде қала береді. Неліктен? Демек, уақыт желімен пайда болған арадағы алшақтық Алла дарытқан ішкі-сыртқы ресурстардың дамуы нәтижесінде пайда болып отыр. Әйтпесе, жетістікке жеткен жандар аспаннан салбырап түсе салған жоқ. Рас, кейбір адамның қайсы бір қырлары ерекше талант, өзгеше дарынды болуы мүмкін. Бірақ сенің де өзің әлі қолдана алмаған ішкі ресурстарың, мән бермей жүрген қабілет қарымдарының бар екенін ұмытпа. Соларды тауып, жетілдіруге ұмтыл. Дамытуға әрекеттен. Тіпті өзінің кейбір әлсіз қабілеттеріңізді үздіксіз еңбек пен арнайы жаттығулар арқасында жетілдіріп алуына әбден болады. Сонда сен көштен қалып, ескі жұртта омалып отырмайсың. Ең бастысы, Абай атамыз айтқандай, өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегін мен ақылын екі жақтап.